Тыш ағырысы. Мен белесем, бу десе бір кішіге беллідір. Малюм алғаны кыбы сағлам тішлер бір вақыт ағырмас. Демек, тыш сызламасыны дуйсаныз, тішлеріні сағлам дегіл. Шу сызламаны қозғалаған бір себеп бар. Келініз, бүгінгі левхамызда тамам тыш сызламасының пейда олу себеплеріні теренже огреніп, бұ керчектен де яман дұйғыны насыл өтіп енмек мүмкін алған ақында білейік. Білгеніміз кібі тыш сызламасы ве ағырысы чешы түрлі себеплер иле бағлы олған шейдір. Мисал үшін, ән сық дарғалған тыш ағырысы себеплері бұ кариес, пульпит, периодонтит, тышлер гиперстезиясы, яни база бір тышқы факторларға, яни тоқынуға, араретнің денішмесіне, ве химик тесірінен бағлы олған тышлеріміздің сезеклігіне оғырай білелер. Шу адесе қысқа мүдетлі, ләкин интенсив ағыры иле берабер олып кечмелі. Да, тыш сызламасы парадонтит адесесінен бағлы ола екен. Парадонтит бұ тішлеріміздің тамырларына яқын ерлешкен кемерлерінің хасталығыдыр. Парадонтитны енмек ісе, әкімге барып профессионал шекілде мақсус аппарат иле тыш темізлемесі ярдым ете біле. Ну, не очень часто. Никогда не сталкивался, только в детстве, когда вот это были моментики. А каждые полгода-год все равно что-то проявляется. Зубная боль вообще-то меня не мучает, но если уже мучает, иду к врачу. Ну, редко. Последний раз где-то полгода назад. Вообще надо хотя бы раз в год ходить. Ну, к сожалению, не всегда получается. В месяц, наверное, разок надо ходить, проверять. Меня мама с детства приучила, что каждые полгода нужно обязательно посещать врача. Никаких не использую. К врачу иду. Обезболивающее максимум и все, не знаю других. Таблетка. Только таблетки, да? Конечно. Эбетте. Біріншіден шу ағырны тоқтатмақ үшін тыш әкіміне бармақ керек олacak. Фақат, қысқа мүддет ішінде әкімге бармақ имканınız олмаса, кенді күчіңізнен халық тебиетінде олған усуларыны қоланмақ мүмкін. Мисал үшін, ағырыны тоқтатқан ве анестетика бі илечлар сық қоланмақта, ама халық тебиетінде де файдалы ве зарарсыз усулар мевжуттыр. Мисал үшін, чай содасыне япылған қарышма. Бұ қарышманы япмақ үшін бізге бір қаве қашық соданы бір стакан жылы суға қошып үрітмек керек. Қаранфил чай терегі яғындан япылған қарышманы да қолана білесіңіз. Яныңызда бөле яғлар олмаса, жылы суға туз қошып, бөле чайқав үрітінен файдалана білесіңіз. Ағыз бошлығынызда олған бір меселеде сізге тамам білгілі тыш әкімі ярдым ете біле. Тыш ағырысына шикиет етмесеңіз біле, 6 айда бір кере мұтлақ әкімге бармалысыңыз.